Бастапқы жарнасыз ипотека қалай рәсімделеді және бұндай ипотеканы қашан алуға болады, қашан алу керек деген сұраққа баспана саласында жүрген маман ретінде жауап бере кетсем, өз ойымды айта кетсем, егер сіздің ойыңызда 2-3 бөлмелі пәтерді алу сондай расчетыңыз болса, онда жаңағы бастапқы жарнасыз ипотеканы рәсімдеу қиынырақ болады. Рәсімделгеннің өзінде сізге ол тиімсіз болады. Өйткені ол жерде бастапқы жарна жоқ болғандықтан басқа банктен кредит алып салынып, ай сайынғы төлем өте көпке шығатын болады. Ал егер де сіз қазір пәтер жалдап тұрасыз, ойыңызда ең бюджетный вариант, ең арзан пәтерді арендада тұрғаннан қарағанда сол ипотекаға төлеп кетейінші деген ойыңыз болса, ең арзан пәтерді алып жіберу ойыңызда болса, онда бастапқы жарнасыз да әрекет ете беруге болады. Мысалы, қаланың шетінен 11 миллионға бір бөлмелі пәтер Лесная Полянадан алған кезде пенсионкаңыз жүріп тұрса, бастапқы жарна 2 миллион 200 мың теңге ғана керек болады. Оны қазір кредитке ала тұрып, кейін отпускной түсіп жатқан кезде, ақшаңыз болған кезде жаба салуға да болады. Немесе қаланың ішінен бір 15 миллионға ең арзан вариантты алдық дегеннің өзінде бастапқы жарна 3 миллион теңге керек болады. Онда бастапқы жарнасыз ала беруге болады деп есептеймін. Жаңағыдай 2-3 бөлмелі қымбатырақ үйлерді қараған кезде бастапқы жарнаңыз қолда болғаны дұрыс болады. Қандай да бір ипотека түрімен көмек керек десеңіз, бізде ипотека бойынша консультация, сопровождение қызметтері бар. WhatsApp нөмерге жаза береміз.